Неге қазақстандықтар мен орыстар Малайзияда үй қызметкер ретінде жұмыс істемейді? Сәлем достар, бүгін біз Малайзияның еңбек нарығы туралы қызықты әңгіме қозғаймыз. Нақтырақ айтсақ, неге Малайзияда үй қызметкерлері көбіне Индонезия мен Филиппиннен келеді? Ал Қазақстан мен Ресейден бұл салада жұмыс істейтіндерді кездестіру қиын екенін талқылаймыз. Сонымен қатар осы жағдайға әсер ететін мәдени, экономикалық және саяси факторлар жайлы айтып беремін. Ендеше тыңдап көріңіз. Біріншіден, Малайзияның еңбек нарығындағы ерекшеліктер. Малайзияда үй қызметкерлеріне деген сұраныс үлкен. Бұл әсіресе екі қабатты үйлер және көп балалы отбасылардың көп болуына байланысты. Үкімет осы қажеттілікті өтеу үшін бірнеше елмен келісімге келген. Соның ішінде Индонезия, Филиппин, Вьетнам және Камбоджа сияқты елдер бар. Бұл елдерден жұмысшыларды тарту заңды түрде жеңілдетілген, ал жұмыс визаларын рәсімдеу жүйесі жақсы жолға қойылған. Екіншіден, Қазақстан мен Ресейдің еңбек миграциясына қатыспау себептері. Қазақстан мен Ресейден келген жұмысшылар бұл секторға кірігу үшін белгілі бір қиындықтарға тап болады. Басты себептердің бірі экономикалық факторлар. Малайзияда үй қызметшілерінің орташа жалақысы бұл 1200-1500 рингит, шамамен 100 000 теңге, немесе 150-200 ақш доллары. Бұл Қазақстандағы жалақы деңгейімен салыстырғанда айтарлықтай төмен. Сондықтан көптеген қазақстандықтар үшін бұл тартымсыз болып көрінеді. Сонымен қатар, Ресей мен Қазақстан азаматтары еңбек миграциясын көбіне Еуропа және таяу шығысқа бағыттайды. Себебі бұл аймақтарда жалақы деңгейі жоғарырақ. Қазақстандықтар көбіне туризм, мұнай, газ және қаржы салаларында жұмыс іздейді. Ал Малайзияның еңбек нарығы негізінен қарапайым қызмет көрсету салаларына бағытталған. Үшіншіден, мәдени және тілдік үйлесімнің рөлі. Малайзиялықтар үшін мәдени үйлесімділік маңызды рөл атқарады. Индонезия мен Малайзияның тілдік және діни ұқсастықтары жұмыс берушілер үшін қолайлы. Индонезиялық жұмысшылардың көпшілігі мұсылман болғандықтан, жергілікті отбасылар оларды оңай қабылдайды және сенім артады. Ал филиппиндік жұмысшылар ағылшын тілін жетік меңгергендіктен, олар шетелдік жұмыс берушілерге, әсіресе Куала-Лумпурдағы экспаттарға ыңғайлы. Төртінші, агенттіктер мен визалық шектеулер. Малайзияда үй қызметкерлерін жалдаумен айналысатын агенттіктер негізінен Индонезия және Филиппин азаматтармен жұмыс істейді. Себебі бұл елдерде жұмысшыларды шетелге жіберу тәжірибесі жақсы дамыған. Қазіргі уақытта Қазақстан немесе Ресеймен мұндай келісімдер жоқ. Сондықтан қазақстандықтарға агенттіктер арқылы үй қызметкер ретінде жұмыс табу қиынға соғады. Жұмыс істеу үшін сізге заңды түрде визаны рәсімдеу қажет, ал бұл тек белгілі бір агенттіктер арқылы ғана жүзеге асады екен. Бесінші, тақырыпты қорытындылау және қызықты факт қосайық. Қызықты факт ретінде айта кетейін, Филиппиндегі көптеген отбасылар өз балаларына жақсы білім беру үшін ата-аналарының бірі Малайзияға немесе басқа елге барып жұмыс істейді екен. Олар балаларын университетке түсіру үшін жылдар бойы үй қызметкері болып жұмыс істеуге мәжбүр. Бұл олар үшін құрбандық болғанымен еңбек миграциясы арқылы әлеуметтік жағдайын жақсарту жолы ретінде қарастырылады. Сонымен қазақстандықтар мен ресейліктердің Малайзияда үй қызметкер ретінде жұмыс табуы қиын, себебі бұл бағыттағы еңбек миграциясы екі жақта да дамымаған, жалақының төмендігі, мәдени ерекшеліктер және агенттіктердің тек белгілі елдермен жұмыс істеуде үлкен рөл ойнайды. Егер сізге осы тақырып қызық болса, немесе басқа сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңізді қалдырыңыз. Жаңа подкасттарымды жіберіп алмау үшін арнама жазылыңыз және бұл эпизодты достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Рахмет.